Сәлем достар, сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, қазақ тілді арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Чхаупати – бұл Пәкістандағы қыздар мен әйелдерді етеккірлері кеткенше немесе босанғаннан кейін бірден отбасылық тұрғын үйден етеккір арқылы шығару деп аталатын ежелгі дәстүрі. Дәстүр бойынша етеккір келетін әйелдер мен қыздар таза емес болып саналады және олармен байланыс қиыншылықтар алып келеді. Дәстүрді бұзғандарды табиғи апаттар, малдың өлімі, дәнді дақылдардың түсімсіздігі, тіпті туысқандарының өлімі күтеді деген сенім бар. Индуизмде қалыптасқан нанымдар мен тыйымдарға сәйкес, әйел етеккір кезінде басқа адамдарға, сондай-ақ сиырларға, көкөністерге, жемістерге, тіпті ағаштарға қол тигізбеуі керек. Әйтпесе, олар жеміс беруін тоқтатады. Сүт ішуге болмайды. Әйтпесе, сиыр сүт беруін тоқтатады. Сиырды саууға болмайды. Кітап оқуға болмайды. Бұл даналық пен білім құдайы Сарасватидің ашуын тудыруы мүмкін деген сенімде. Осылайша, отбасы мен ауылдағы бақытсыздықтарды болдырмау үшін әйелдер үйлерінен уақытша қуылуға мәжбүр. Менструация кезінде әйелдерге индуизм храмдары мен ғибадатханаларға баруға, отбасылық мерекелерге, пужжаларға, діни шерулер мен мерекелерге қатысуға, ортақ ыдыс-аяқ пен басқа да ас үй ыдыстарын пайдалануға, ас үйге кіруге, өзендерде жуынуға және қоғамдық құдықтардан су алуға қатаң тыйым салынады. Чхаупати дәстүрін ұстанатын әйелдердің басым көпшілігі ай сайын кішігірім сазды сарайларда, үйдің жанындағы мал қораларында немесе орманда, тауларда орналасқан терезелері жоқ жеке саятшылықта жасырынуға мәжбүр. Отбасылық үйде байтақ деп аталатын бөлек бөлмеде аз ғана әйелдер тұралады. Жер аударылған әйелдер әдетте антисанитариялық жағдайда жер еденінде ұйықтайды. Жұқа көрпемен жабылады. Тек ауылдың сыртындағы арнайы ағынға немесе тоғанға шомылады. Әдетте тұрмысқа шыққан әйелдер үйден бірнеше күнге шығарылады, ал тұрмысқа шықпағандары бір аптаға дейін мәжбүрлі түрде оқшаулануы мүмкін. Етеккірді алғаш рет бастан өткірген қыздар 14 күн бойы оқшауланады. Көптеген ауылдық мектептер етеккір келген қыздарға мектепке баруына тікелей тыйым салады. Нәтижесінде орта мектептегі қыздар айына орта есеппен 5 күн мектепті тастап кетеді. Бұл олардың жалпы үлгерімін төмендетеді және ұлдарға қарағанда нашар баға алады. Чхаупатиден өткен әйелдер өздерін кінәлі сезінеді, қайғырады, депрессияға ұшырайды. Қуғын сүргін кезінде әйел аурудан немесе қан жоғалтудан қайтыс болуы мүмкін. Өйткені оның туысқандары оны ұятты санап ауруханаға апармайды. Сондай-ақ отбасынан оқшауланған әйелдердің мас еркектердің жыныстық зорлық-зомбылықтарына ұшырауы сирек емес. Пәкістандағы некенің шамамен 60% туысқан ағалары мен әпкелері арасында болады. Себебі қызына күйеуді таныстарының арасынан табуы өте ыңғайлы. Ата-анасы таңдаған күйеуінен бас тарту бұл үлкен теріс қылық жасағанмен тең, яғни сіз ата-анаңызды жақсы көрмейсіз деген сөз. Ата-аналар ескі әдіспен оларды таныстырады, солай үйлендіріп жібереді. Генетика туралы мүлде естігілері келмейді. Көптеген мұсылман елдеріндегідей, мұнда әйелдерге некеге дейін жыныстық қатынасқа тыйым салынады. Егер әйелдермен болмаса, олар кімдермен жаттығады? Әрине, әрбір жас жігіттің жыныстық қатынастағы алғашқы тәжірибесі басқа ер адаммен, ең алдымен немере ағасымен немесе басқа туысқандарымен болады. Өйткені тағы да өз адамдары ешкімге айтпайды. Олар өз отбасына зұлымдық тілемейді деп сенеді. Осылайша, олар өз ағаларымен жыныстық қатынасқа түсіп, некеге дейін жақсы тәжірибе жинайды деген сенімде. Жақында Пәкістанда ерекше оқиға болды. Күйеуі жүкті әйелінен тек ұл туылуын талап еткен, ал әйел бұған жету үшін шектен шығатын шараларға барды.
Оны ауруханаға жеткізген кезде дәрігерлер өз көздеріне өздері сенбеді. Жүкті әйелдің басынан ырым-жырымнан кейін отырғызған шегелер шығып тұрды. Оның рентгендік суреттері бүкіл әлемге тарады. Қазір әйелде бәрі жақсы. Ол кейін де қызды дүниеге келді. Күйеуінің қандай реакцияда болғаны белгісіз. Пәкістанда 2 отбасы зорлау туралы келісімге келген. Бұл қалай болғаны деген сұрақ туындайды. 2 отбасы арасындағы кикілжің, бірінің баласы 20 наурыз күні Пермахалда екінші бір отбасының қызының өкіліне жыныстық зорлық-зомбылық көрсеткеннен басталған. Осыдан кейін зорлаушының туыстары жәбірленушінің туыстарынан кешірім сұрады. Зардап шеккен тарап татуласуға келісті, бірақ бір шарт қойды. Ежелден келе жатқан тальон дәстүрін басшылыққа алған жәбірленушінің туысқандары оларға кек алу үшін зорлаушының қарындасына зорлық-зомбылық көрсетуге рұқсат беруін талап етеді. Оның отбасы бұған келісті. 21 наурыз күні олар осылайша кек алды. Дәл осындай оқиға 2017 жылдың шілде айында Сұлтан қаласының маңында болған. Онда ауыл жиналысы бұрын 12 жасар қызы зорлаған зорлаушының 16 жасар әпкесін зорлау туралы үкім шығарды. Қызды жәбірленушінің ағасы зорлаған, ал бұл болып жатқан жағдайды оның ата-анасы, ақсақалдар және жиынға қатысқан мыңдаған ауылдастары бақылап тұрған. Шахдаула егеу құйрықтары, бұл туралы естіген бе едіңіз? Бұлар бас сүйектері деформацияланған және тағдыры қиын Пәкістаннан келген балалар. Бұндай Пәкістанда ежелгі дәстүр әлі де бар. Бас сүйегінің өсуін тоқтату үшін сәбилердің басына темір дулыға кигізеді. Уақыт өте келе басы бұзылған, беттері тар балалар кеміргіштерге ұқсайды. Балалар есейген сайын көшеде қайыр сұрауға мәжбүр. Байғұстарды егеу құйрық балалар немесе чуха деп атайды. Пәкістанда ырым бар. Егер сіз оларға садақа бермесеңіз, бақытсыздық сізге ереді. Қорқынышты дәстүр көптеген ғасырлар бойы жалғасып келеді. Қылмыстық топтардың сәбилерді ұрлап, денесін кесіп, кейін қайыр сұрауға жіберетіні айтылады. Шахдаула деген кім? Бұл жабайы әдеттің тамыры тереңде жатыр екен. Бақытсыз балаларды Шахдауланың егеу құйрықтары деп те атайды. Шахдаула 17 ғасырда мұсылман әулиесі болған. Ол әйелдердің бедеулігін емдейтін күшке ие екенін айтады. Бірақ кейінгі балалары мүгедек болып қалмас үшін әйелдер тұңғыштарын ғибадатханаға беруі керек еді. Ел аузында шах дұғасынан кейін алғашқы балалар микроцефалиямен туылғандығы айтылады. Шахдаула оларды өз қанатының астына алып қайыр сұрауға жіберген. Кейінірек Гуджара штатының Варедия қаласында осы әулеттің құрметіне ғибадатхана салынған. Содан бері адамдар осында балалар үшін ғибадат етуге келеді. Ғасырлар бойы кедей ата-аналар бас сүйектері деформацияланған сәбилерін осында қалдырып келген. Олар ғибадатханада қажылардың зекетімен тұрады. Чуха жасыл шапан киіп, өтіп бара жатқандардан ақша сұрайды. 1960 жылдары Пәкістан өкіметі азаматтарға жаңа туған нәрестелерді Шахдаула храмында қалдыруға тыйым салған. Бірақ көп ұзамай қатыгез дәстүр қайта жалғасты. Қылмыскерлер ақша таба бастады. Егеу құйрық балаларға ақша табу үшін оларды көшелерге қайыр сұрауға жіберді. Мүгедектерге садақа бермесе, өз балалары мүгедек болып қалама деп қорқып, оларға ақша беруді жалғастыруда. Сіздер Пәкістандағы танымал қышқылды кек туралы естідіңіз бе? Олар онда елдеріне өте қатты қызғанышпен қарайды және олардың кішкентай азғындық немесе бағынбаулары үшін әйелдерін аямайды. Олар әйелдерін қызғанып, денелерін күкірт қышқылымен күйдіруі мүмкін. 15 жастағы Лакшми есімді қызды жігіті не үшін жазалаған білесіздер ме? Қыз модель болғысы келген, сөйтіп ол журналға жазған, ал бұған жігіті қарсы болған. Сөйтіп қызға қышқылды бетіне шашып кеткен.
Ал 20 жастағы Решма есімді қызды өзінің опасыздық жасаған әйелімен шатастырып, көшеде бетіне қышқыл шашып кеткен. Кейін бұлар оны егер оған ұқсайтын болса, болашақта ол да опасыздық жасау мүмкін деп жылы жауып қоя салған. 40 жастағы Махназ есімді әйел тиран күйеуімен ажырасу үшін сотқа бергенде бетіне қышқыл шашқан. Сот бұл отбасы ішіндегі мәселе деп қылмыстық іс қозғамаған, тіпті ажырастырмаған да. 33 жастағы Масумих есімді әйел күйеуімен ажырасқан, бірақ ұятқа қалдырды деп қайнатасы келініне қышқыл шашып кеткен. Тіпті полиция бұндай арыздарды қабылдамайды, себебі кекті қасиетті деп санайды. Бұл бұндай қылмыстардың бір жағы ғана, ал біз білмейтін қылмыстар қаншама. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.